Сәлеметсіздер ме? Мен Жұматаева Роза Капышина, бухгалтер есеп пәнінен оқытушымын. Бүгінгі тақырып негізгі құралдарды түгендеу тәртібі және нәтижесін есепке алу. Мақсаты ұйымдағы негізгі құралдармен оларды түгендеу мәнімен маңызы анықтау болып табылады. Міндеттері үш міндеті бар. Негізгі құралдардың жіктелуі, негізгі құралдарды түгендеу маңызы ашу, кәсіпорындағы негізгі құралдарды түгендеу және нәтижесін есепке алу. Негізгі құралдар дегеніміз бұл өндірісте ұзақ уақыт бойы пайдаланатын өзінің бастапқы заттай нысанын, пішінін, түрін сақтай отырып, құнын шығарылатын өнімге, орындалған жұмысқа, көрсетілген қызмет бөліп есептелген амортизациялық материалдық активтерді айтады. Негізгі құралдар кәсіпкерлік қызмет әр түрлі саласындағы қызмет есептейтін ұйымдардың активтерінің негізгі белгін құрайды. Негізгі құралдарды материалдық, яғни материалдық заттық формасы бар активтер жатады. Мысалға, жылжымайтын мүлік, машиналар, көлік құралдар және тағы да басқа жатады. Негізгі құралдар ұзақ мерзімді пайдаланатын сипатқа ие болады. Негізгі құралдардың пайдалану сандық бағалауының, олардың пайдалану мерзімін анықталады. Негізгі құралдардың пайдалану ұйымның осы объектінің болжамау пайдалану мерзімі немесе осы объектін пайдалану арқылы ұйымның өндіретін өнімнің мөлшері немесе орындайтын жұмыстармен қызметкерлерінің көлемін болып саналады. Негізгі құралдарға жатады ғимараттар, құрылым, өткізуші құралдар, машиналар, құралдар, жабдықтар, транспорттық құралдар, инструмент, инвентарь, басқасы да. Негізгі құралдардың бухгалтерлік есебін басты міндеттері 6 түрі бар. Біріншісі, алуынан бастап шығу сәтіне дейін олардың бар болу және сақтығын бақылау. Екіншісі, амортизацияны дұрыс және уақытылы есептеу. Үшіншісі, бюджетке аударылатын мүлік салығын дұрыс есептеу үшін мәліметтер алу. Төртіншісі, реконструкцияға, модернизацияға және жөндеуге қаражаттардың дұрыс және тиімді пайдалану бақылау. Бесіншісі, негізгі құралдардың уақыт және қуаттылығын бойынша пайдалану тиімділігін бақылау. Алтыншысы, негізгі құралдардың бар болу және қозғалысы жөнінде есеп беруді кіру үшін мәліметтерін алу. Кәсіпорында негізгі құралдардың түгендеудің маңызы бар. Егер түгендеу тұрақты түрде жүзеге асырып отырса, шаруашылық операцияны күнделікті бақылау жасауға және басқа да іс әрекеттерін орындауға мүмкіндігі мол. Негізгі құралдардың нақты бар жоғын анықтау және олардың сақталуын үшін бақылау жасау мақсатында субъекттің басшылары нормативтерді, заңдарды және басқа да активтерді, сондай-ақ есеп саясатын басшылыққа ала отырып негізгі құралдарға мүліктің түгендеу жүргізіліп отырады. Негізгі құралдарды мүліктің түгендеу жылдық қаржылық есеп берумен баланстарды жасау алдында жылына ең аз дегенде бір рет қараша айында жүргізіледі. Үйлерді, ғимараттарды және басқа жылжымайтын объектілерді үшін жылда бір рет өнім беретін және жұмысқа пайдаланатын малды 90 сайын және жылдық есеп жасау алдында түгендеу жүргізіледі. Негізгі құралдарды түгендеу өткізу алдында мыналарды тексеріледі. Біріншісі, негізгі құралдарды есеп бойынша мүлікті карточкалардың, мүліктің тізімдермен тізімнің нақты бары және жағдайды. Екіншісі, техникалық толық құжаттар мен басқа да техникалық құжаттардың нақты бары жағдайы. Үшіншісі,
жалға және жауапты сатуға алынған немесе берілетін негізгі құралдарды, құжаттардың нақты бары. Негізгі құралдарға жататын нәрселер: монитор, процессор, клавиатура, чқан, тағы да басқада. Түгендеу кезінде есепке алынбай қалған, сондай-ақ есеп регистрлерде жоқ болған немесе оларды сипаттайтын мәліметтер дұрыс көрсетілмеген объектілердің комиссия түгендеу тізімдемесі жеткізушілерде ретінде көрсетеді. Осы объекттер бойынша дұрыс анықтамаған және техникалық көрсеткіштер, мысалы, ғимарат бойынша олардың пайдалану бағытын, қандай материалдан сатылынған, көлемін, алынатын бағыттардың санын, салынған жылын және тағы да басқа. Каналдар бойынша ұзындығын, тереңдігін және оны көрсету қажет. Түгендеу кезінде ұйымнан тысқары жерлерде олардың уақытша шығуына деңгейін мерзімге түгендеуді және ол түгендеу жүргізу жөніндегі шешімді алдынан ала көрсету тиіс. Түгендеу барысында мүліктердің нақты бары мен бухгалтерлік есеп мәліметтерді арасындағы уақытқылар. Біріншісі, артық шыққанда кірістер болып көрсетіледі, жетпеушіліктер шығындар болып көрсетіледі. Негізгі құралдар өзінің негізгі мақсатында қарай мүліктер түгендеу тізімдерді тіркейді. Машиналар, құрал жабдықтар мен көлік құралдарды мүлік түгендеу тізімде заводтардың, дайындаушы кәсіпорындардың мүліктің мерзімі, қуатты және тағы да басқа көрсеткіштерді жеке көрсетеді. Мүліктің түгендеу кезінде кәсіпорыннан тыс жерде тұрған немесе негізгі құралдар кәсіпорынның уақытша сырт жерген шығарар алдында мүліктің тізімдеу өтеді. Пайдалануға жарамайтын және жөндеуге келмейтін негізгі құралдар мүліктік түгендеу тізімді өтпейді. Мүліктік түгендеу комиссиясы бұл объектілердің пайдалануға қосылған мерзіммен мардымсыз болып қалуының себептері көрсетіп, арнайтын тізімді жасайды. Негізгі құралдар ретінде материалдық активтерді мойындау сәтінде маңызды болып табылады. Негізгі құралдарды түгендеу кезінде бастапқы құны келесінде анықталады. Негізгі құралдардың объектісін сатып алу кезінде оны сатып алу бойынша негізгі шығындармен, сонымен бір төлеген, өтілмеген, салықтармен жинақтар және жұмыс жағдайына есептеу үшін қолданылатын басқа да шығындар қарастырылады. Тақырыптың орындау барысында қойылған талаптар мен міндетті толықтай орындадым деп ойлаймын. Назарыңызға көптен көп рахмет.